Әңгімелер жинағы каналына қош келдіңіздер. Достар, араларыңызда 90% оқырман арнама тіркелмеген екен. Сондықтан төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Сонау жаңа жылмен бірге жаңа ғасыр кіріп жатқан жылы мен мектеп бітірдім. Үйдің кенжесі 2 ұлдан кейінгі жалғыз қыз болғандықтан өте еркелеп өстім. Өз дегенім болмаса, айтқанымнан қайтпайтын шатақ мінезім бар. Оның үстіне Құдай берген табиғи сұлулығым тағы бар. Осының бәрі менің ерте есейіп, тәкаппар болып өсуіме себепші болды. Өйткені жасым 15-ке жетпей-ақ сыныптағы жігіттер қала берсе өзімнен 3-4 сынып үлкен оқитын жігіттер сөз сала бастады. Көшеге шықсам болды, бұлаңдаған бұрымыма, тығыршықтай тұлымыма таңданбаған жігіт болмайтын. Көздерімен ішіп жеп, бір ауыз сөз болса да сөз айтып тиісіп қалатын. Мен болсам онан сайын кербездене, әдейіліп сызыла да, созыла да жүретінмін. Тіпті оларға қабақ шытып қарсылық танытудың орнына күлімдеп тұрып, ішің күйсін дегендей көз қараспен өте шығатынмын. Ал сыныптағы өмірім тіпті бөлек болатын. Себебі мен үшін жығылмайтын жігіт болмайтын. Не сұрасам сол мезетте бәрі де дайын тұратын. Міне, содан болар. Айналамдағы барлық еркек тек мен үшін жаралғандай көрінетін. Сыныптағы жігіттердің ішінен тіпті өз ауылымдағы жігіттердің де өзіме ұнағанын кез келген қыздан тартып аламын деп ойлайтынмын. Міне, осындай ойлармен өскен сайын ақылым да азайтып, тәрбие алудың орнына тектіліктен кері кетірді. Ең өкініштісі сол, өз мінезім өзіме сор болып жабысып, келешектегі алып шаһар әсем Алматының түнгі ханшайымы атанған аты шулы жүзекшеші болуға әкеп соқтырды. Ал енді осы 10 жылдық Алматыдағы өткен өмірімнен сыр шертсем. Әрине, бұл ісім ешкімге өнеге бола қоймас. Алайда өскелең ұрпақ өз сіңілдеріме менің қателігімді қайталамаса екен деген оймен құпиямды ашқалы отырмын. Сонымен не керек? Мен 15-ке келгенде үйде жалғыз ағам қалды. Ал үлкен ағам мектеп бітіріп арман қуып Алматыға кеткеніне 2 жыл болды. Әкем мен шешем болса таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Мен болсам түске дейін сабағыма барып келем. Үйдің ұсақ-түйек тірлігіне қараймын. Кіші ағам болса үйдегі ұсақ қараның қамымен әлек. Жем шөбін беріп, суын дайындап, өріске айдап қайта қамайды. Бұл күнделікті жасап жүрген тірлігі. Амандық болса, бұл ағамда осы жылы мектеп бітіріп, Алматыға немесе Ордаға оқуға кетпек. Ол күнге дейін аз қалды. Егер де солай болып жатса, мен үйде жалғыз қалмақпын. Демек, әй дейтін әжем, қой дейтін қожам болмайды. Өз бетімше жүріп тұрамын, өз бетімше қыдырамын. Қысқасы, өзім би, өзім хан боламын. Өйткені қазірше менің жолыма байлау боп тұрған осы ағам ғана. Отбасымдағы жалғыз қорқатын адамым да осы ағам. Бұл ағамнан мен түгілі, бүкіл ауылдың біраз жігіттері қорқады. Өз сыныптастары тіпті алдында құрдай жорғалайды. Бірақ әне-міне дегенше бұл ағам кетеді, студент атанады. Ал анам мен әкемнен маған келер қауіп жоқ. Олардың екеуі де менің айтқанымнан әрі аса алмайды. Осыны ойлап, шыдайша, шыдай түс деп жүргенім осы. Өйткені міне тағы 2 ай шыдасам, мамыр келіп мектеп бітеді, ағам оқуға кетеді. Мен 9-шы сыныпты бітіремін. Сонан соң өз еркіндігім өзіме тиеді. Бұрынғыдай ауылдағы вечерлерге жібермейтін, жіберсе де соңымнан жетіп барып қайт дейтін ешкім болмайды. Менің ақылымнан адасқан жерім осы. Осындай шола ғой, осындай арам ой. Осының бәрі жиналып кеп соңында аяғымнан шалып шыр айналдырды. Шыр айналдырғанда да шын айналдырды, мың айналдырды. Түптің түбінде таза жолдан тайып арам ақшаның құлы болдым. Сұлулығымды сатып, саудаға салдым. Алайда тәнін сату дегенде сіз ойлағандай бере салдым, ала салдым емес. Ол істің де ел білмейтін шым-шытырман құпиялары бар екен. Ол менің осы күні де көз алдымда. Есіме түсе, еңіреп жылағаннан басқа шарам жоқ. Өйткені сол 10 жылда көрген азабымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл менің бетіме әжім түсіп, саудаға түскен сұлулығымнан айырылып, ажарым кеткенше басымнан өткен бақандай 10 жылым.
Текке кеткен өмірмен мені денсаулығымнан айырған 10 жыл. Тозақта өткен 10 жыл. Айтқанымдай, 2 ай көзді ашып жұмғанша өте барды. Мамыр бітіп, соңғы қоңыраудың соңғы сыңғыры шықты. Үйдегі ағам оқуға деп, тас түйін дайындалып ордаға кетті. Осылайша, бәрі де мен ойлағандай аяқталды. Бір күнде өз үйіме өзім би болып шыға келдім. Енді маған көшеге шығуға кеңінен жол ашылды. Қайда барамын, қайдан келемін демедім. Күн бата көшеге шығып, түн ауа қайта келіп жүрдім. Қызым қайда барасың деген анамның сөзіне құлақ аспадым. Тіпті жауап та бермедім. Кішкентай ғана ауылымнан киноларда көретін өз ханзадамды іздей бастадым. Жігіт таңдауды әдетке айналдырдым. Сөз салған кез келген жігітке жауабын кейін беремін деп дәмесін оятып өте шығатын болдым. Қырындаған жігітпен көшені бір айналып келетін болдым. Әрине ол жігіт маған ұнасын, ұнамасын үміттендіріп қойып жүретінді шығардым. Өйткені әрбір сөз салған жігітті өзіме мәртебе санадым. Айшаға осынша жігіт сөз салыпты деген сөзді құрбыларым естісе, абыройымды асқақтатып жібереді деп ойладым. Қысқасы, сол 3 айлық каникулда сөз салмаған жігіт қалмады. Оның есесіне бұрынғыдай үйде ағам жоқ. Сондықтан болар, ауылдың жігіттері менің үйімнің төңірегінен торуылдап жүретін болып шықты. Ал әкем мен шешемнің сөзі үшін, мен үшін сөз болмай қалды. Айтты не, айтпады ме? Олардан келер қауіп жоқ. Осылайша жүріп, 3 ай зулап өте шықты. Алла тілеуімді қабыл алып, ордадан қуанышты хабар жетті. Екінші ағам кәсіби колледжге студент болып қабылданыпты. Менің де арманым осы емес пе? Ең қиын кедергілерден құтылдым. Енді міне, араға бірнеше күн салып менің де мектебім басталды. Мен 10-шы сыныпқа аяқ бастым. Ал енді қызықтың көкесі басталды. Алғашқы күндерден құрбыларыммен арамызға сыза түсті. Біз 3 қыз бір төбе едік. Қалған 6 қыз бір төбе болып, сыныптың қыздары қақ жарылдық. Бұрынғыдай ауызбіршілік болмай, соңы қырғынға ұласты. Ал сыныптағы ер балалар мен қайда болсам сонда болды. Әңгімемнің қысқасы осылайша 6 қызды бәрінен айырып тастадық. Әсіресе Әлия есімді құрбымды қатты қыспаққа алдым. Оқудан үлгерімі төменде болғандықтан соған шеліктім. Өз сауатым асып-тасып жатпаса да, сұлулығымның арқасында болса керек, сол жылы мен сыныпқа старсты болып тағайындалдым. Бәрі де менің осы қырсықта қыңыр мінезімнен басталды. Мұрнымды барынша көтеріп, ешкіммен санаспадым, ешкімнің айтқанын тыңдамадым. Осы 3 қыз мәңгі дос боп қаламыз деп ойладым. Осы 2 құрбым болса болды. Менің пайымдауымша басқа ешкім керек емес еді. Өйткені бірі мектебіміздегі завучтың қызы, екіншісі өте бай тұратын туысқан өз ағайымның қызы еді. Міне, осы 2 қызды өз жағыма шығарып алған соң, маған ешкім қарсы тұра алмады. Әсіресе әлгі Әлияға қиянаттың көкесін жасадым. Тіпті топассың, бақытсызсың, сендей сауатсызды ешқашан бай алмайды деп төмпештейтінді шығардым. Амалы қалмаған сорлы жылағаннан басқа түк айта алмайтын. Тек қана Әлия емес, басқа қыздарды да шырайын алдырып қораға тықтым. Былайша айтқанда, шектен шықтым. Бұл менің сол кездегі ең басты қателіктерімнің бірі болды. Сонымен не керек? Бір күні өз әдетіме басып сыныпқа келдім де шу шығардым. Жоқ жерден ұрыс іздеп, сыныптағы Ерлан деген балаға тиістім. Отырған жеріне жетіп барып, қолымдағы кітаппен қақ басынан қойып қалдым. Еркектің аты еркек қой, намыс жібермеген болса керек. Орнынан атып тұрды да, қос қолдап тұрып кеудемнен итеріп кеп жіберді. Оны тыңдай қоятын мен бе? Қайта кеп жағасынан жармаса түстім. Ол аздай шашын ұстап сүйрелеп жүріп, тепкілей бастадым. Сонымен бітті. Ерланның шыдамы таусылды. Сол жақ тұсымнан кеп, шойын шапалақ сарт етті. Аударылып түстім де, есімнен танып қалдым. Мұның соңы үлкен дау-дамайға ұласты. Қызым, кешір деп, алдыма жалынып келген шешесін де сыйламадым, тыңдамадым. Қысқасы Ерлан мектептен кетіп тынды. Кетейін деген жоқ-ау, кетіріп тындым, қуып тындым. Сол кезде бұл мен үшін үлкен жеңіс боп көрінгенмен,
бертін келе өз достарымның өзімнен сырт айналуының алды болатын. Айтқанымдай Ерланның мектептен қуылып кеткенін мен өзімнің үлкен жеңісіме баладым. Ол үшін қуанбасам, өкінетіндей ойым да жоқ. Алайда осыдан соң сыныптас жігіттердің маған деген көзқарасы өзгере бастады. Тіпті бұрынғыдай сүйсіне қарамақ түгілі үрпие қарайтынды шығарды. Мен ақымақ сонда мұның сырын түсінбедім. Өзімше мыналар менен қорқады деп ойлауда болдым. Сол ішінде сол баяғы бетбақтық, баяғы тәкаппарлыққа басып айқайға салып жүре бердім. Бір күні мынадай бір қызық жағдай болды. Сабағым бітіп үйге кіріп келсем, мамамның жанында екі кісі отыр. Бірі сол Ерланның мамасы, ал екіншісі жасы 70-ке таяп қалған ауылдағы кәрі кейуана кемпір. Есіктен бас сұққаным сол екен, мені құшақтап алған әлгі кейуана айналып толғана сөйлеп жөнелді. Қызым, кешірші, енді қайталанбайды. Баланың бір еркелігін кеше ғор. Ғафу етейін, ақылды қызсың ғой. Алла бағыңды берсін. Маржанның баласына өте қиын болып тұр. Басқа мектепке оқуға тым алыс. Білесің ғой, ауыл алшақта орналасқан. Басымды иіп алдыңа өзіміз келіп тұрмыз. Кешіре ғой баланы деп жалына бастады. Оны тыңдайтын мен бе? Құшағынан сытылып шықтым да өз бөлмеме барып есігімді іліп алдым. Қанша жалынса да жақ ашып ләмим деместен жатып алдым. Ақыры менен жауап болмаған соң көздері жеткен екеуі үйден шығып кете барды. Мен сорлы болсам, мұны тағы да бір жеңісім деп ойладым. Ақыры Ерлан қайта оралмастан кетті. Облыс орталығына жұмыс істеуге кетті деп естігенмін. Сол кеткеннен мол кетіп соңғы қоңырауда бірақ келді. Ал ол кездері менің досымнан дұшпаным көбейіп, басымнан бағым таюға аз қалған еді. Осылайша тайраңдап жүріп мектебімді бітірдім. Соңғы қоңырау соғылып, жылап-сықтап мектеппен де қоштастық. Сонан соң алдымызда кім қай қалаға, қай салаға оқуға түседі деген ой тұрды. Әрине, менің таңдағаным әсем қала Алматы болды. Оған бір емес, бірнеше себептер бар. Біріншіден, Алматы ол Алматы, еліміздің бұрынғы астанасы. Алатаудың баурайында орналасқан көрікті де көркем қала. Екіншіден, Алматыда оқиды деген сөз өзіміздің ордаға қарағанда әлде қайда мәртебелі сөз. Үшіншіден, облыс орталығы болған ордада мен өлердей қорқатын екінші ағам оқиды. Демек, бұл қалаға келу мен үшін өз ағама өзі тұзақ болып құрғанымдай еді. Ал Алматыдағы ағам осы жылы оқуын тәмамдайды. Демек, ол ауылға қайтады. Орнына мен барамын. Қысқасы, кедергі болар, бұл ағаммен де жолымыз түспейді. Осының бәрінде ой елегінен өткізе келе таңдау Алматыға келіп тірелді. Бұған үйдегі анам мен әкем қарсы бола қойған жоқ. Есесіне жиған тергендерінің бәрін менің қолыма ұстатып, ақ батасын беріп шығарып салды. Қысқасы, сол күні кеште алла деп тұрып ағам екеуміз Алматыға жол тарттық. Жас күнімде бір рет барғаным болмаса, бұл қала маған мүлдем бейтаныс еді. Әсем қала Алматыға келген соң қаланың көрікті жерлерін аралатып көрсеткен ағам кешке қарай бұрын өзі жалдап тұрған пәтерге келді. Бұл бір қатарға соғылған, аласа бойлы ұзын үй, времянка деп аталады. Өзі кішігірім бір бөлме. Осының ішінде тамағыңды дайындап, кіріңді жуып, әрі жатады екенсің. Алғаш көргеннен ақ шошып кеттім. Өйткені мына үйге қарағанда менің ауылдағы үйім жұмаққа тең. Сол ішінде мына жерде тұрғым келмейтінін айтып ағама жалына бастадым. Бірақ қаладағы көп қабатты үйлердің пәтер ақысы өте қымбат екенін, және де мен оқитын оқу орныма осы жерден тым жақын екенін түсіндірген ағам айтқаныма көнбей қойды. Амалым жоқ, шарасыз күйде осында қалудан басқа жол жоқ екенін түсіндім. Сонымен не керек? Ауылдан ала келген кітаптарымды шығарып, алдағы болатын емтихандарыма дайындала бастадым. Бірақ қаншама құнаттап оқуға тырыссам да, миыма түк қонбай, қиялымның бәрі бүгінгі көрген қаламның көрікті жерлерінде болды. Тіпті осындай қалада тұрсам деген ой миымнан шықпай қойды. Сонымен не керек? Кітаптың бәрін атып ұрдым да тәтті қиялға батып ұйықтап кеттім. Сол жатқаннан мол жатып, таңертең көзімді ашсам, біздің бөлмеде бейтаныс екі қыз отыр. Өзіммен жастары қарайлас осы екі қызбен әп-сәтте-ақ танысып әңгімелесіп кеттім.
Бірінің аты Әлия, екіншісінің аты Меруерт. Екеуі де Жамбыл облысының қыздары екен. Сонда ғана көңілім орнына түсіп, жаным жай тапқандай болды. Содан кейін міне, осы қыздармен 10 күнде бірге тұрып, бірге дайындықты бастадық. Арадан апта өтпей, алғашқы емтиханға қатысып, үшеуміз 3 түрлі көңіл күймен пәтерге оралдық. Өйткені менің алатын бағам өзіме аян. Билеттегі 5 сұрақтың бірде-біріне дұрыс жауап бере алмағаным өзіме белгілі. Меруерт болса 4 сұраққа дұрыс жауап бергенін айтып мақтанғандай. Ал Әлия жайлы тіпті бөлек. 5 сұрақтың 5-еуіне де дұрыс жауап беріп, бақандай 5-ті арқалап келді. Қысқасы, дегеннен-ақ мені қырсық шалды. Сауатымның жоқтығы өзіме сор болып жабысып, алғашқы емтиханнан-ақ 2-ге қадалдым. Тек ағамның арқасында ғана абыройымды сақтап қалды. Таныстары арқылы деканға шығып, сол кісі көмектесетін болып шықты. Сонымен көп өтпей 2-ші емтихан болып, оны да 3-ке әрең тапсырдым. Осыдан кейін ғана көңілім жайланып жай тапқандай болды. Алайда арадан қанша күн өткені есімде жоқ. 3-ші күні емтиханнан дағы ұштым. Енді менің деканның алдына өзім кіруден басқа амалым қалмады. Әрине, ағамның танысы арқылы ол маған ешқандай қиындық тудырмады. Кіріңіз деген рұқсаттан соң бойымды түзеп айнаға бір қарап алдым да есікті тақылдатып кіріп бардым. Міне ендікті қызықтың көкесі басталды. Жас шамасы 50-ден кеткен ақбас сары кісі мені көргенде қатты аузы ашылып қалды. Көзілдірігін төмен салып жіберіп, шұқшия қараған деканым: «Тіпай, көз тимесін, не деген сұлулық? Мынау актриса болуға лайықты екенсің ғой» деп, «Жігітің бар ма еді қозым?» деп қойып қалды. Әкемдей адамнан мынандай сөзді алғаш естігенде шалқамнан түстім. Не дерімді білмей сасқанымнан соншалық орнымнан тұрдым да шығып қаша жөнелдім. Бірақ алысқа бара алмадым. Өйткені: «Әй қызым, қайда барасың? Кел бері» деп шөңкілдеп шыққан декан даусынан кейін басым салбырап қайта кірдім. Осыдан соң ғана әңгімеміз менің оқуым жайлы өрбіді. Аты жөнімді жазып алған ақбас сары болса, міндетті түрде көмектесетінін айтып, уәдесін үйіп төгіп шығарып салды. Алайда декансымақ кришамнан да пайда болмады. Қысқасы, арманымның күл тапқаны шығып, мен оқуға түсе алмай қара бет болдым. Тап осы сәтсіздік менің алдағы өмірімді түбегейлі өзгертіп жіберді. Енді маған ауылға қайтып бару өлімге теңдей көрінді. Айша оқуға түсе алмай қайтып келіпті деген сөзді сыртымнан естуді ойлап, қалай болғанда осы Алматыда қалуды ойлай бастадым. Ол аздай өзімнен төмен санайтын сауатсыз Әлияның ордаға жоғарғы оқу орындарының біріне түсіпті деген хабарды естігенде жанымды қоярға жер таппай тағы да қиналдым. Өйткені сол Әлияға сен оқуға түсу түгілі бай алмайды сені деп талай сөккенім бар. Осылайша өмірімнің астан кестеңі шығып, бап шаппай бақ шапқанының кебін кидім. Оның үстіне бір бөлмеде тұратын бейтаныс қыздардың екеуі де оқуға түсіп, мен ғана жүзі қараның біріне айналдым. Міне, осыдан соң менің барар жерімнен басар тауым қалмады. Қалай болғанда да бар ойым осы Алматыда қалу болды. Ал ауылға қайту жайлы тіпті ойламадым. Өйткені ауылға барардай абырой қалмай, мені тастап кет, жұмыс істеп, келесі жылы міндетті түрде оқуға түсемін деп ағама жалына бастадым. Бұл сөзіме үзілді кесілі қарсы шықса да, жер бауырлап жатып жалынып жылап талдым. Тіпті ағамның «Ауылға жүр, әке-шешемен ақылдасып алайық, сонан соң қайта әкеліп жұмысқа тұрғызамын» деген сөзіне де қарсы шығып бет қаратпадым. Егер деп ауылға барсам асылып өлемін, маған өмір сүрудің қажеті жоқ, осында қаламын деген соң қаламын деп қоқан-лоқы жасадым. Ал ағам болса жанымды түсінсе керек, менің сөзіме басын изеп, келісімін бергендей басқа амалы қалмады. Келіспей қайтеді, менің шатақ мінезіме әбден қанық, дегеніммен қайтпайтынымды жақсы түсінеді. Міне, осыдан соң өзара ақылдаса келе маған жұмыс іздеуге кірісіп кетті. Көп іздеп әуре болмадық. Алғашқы барған жерден ақ жұмыс табылып, пәтеріме жақын маңдағы кафелердің бірінде даяшы болып жұмысқа тұрдым. Ағам кетісімен мені өзімен бірге ерте кеткен администратор қыз кабинетіне апарды. Басымнан аяғыма дейін тесіле қарап шыққан жаңа басшым аты жөнімді, елімді сұрап алды да тапсырмаға көшті. Бізде 3 күн стажировкадан өтесің.
бірақ біз сонда да ақша төлейміз. Жалпы жұмыс сағатың 12-14 сағатқа дейін. Дүйсенбіден бейсенбіге дейін ары кетсе 14 сағат, ал жұмадан жексенбіге дейін 16-18 сағатқа дейін жұмыс. Тамағың бізден, тойыз тегін тамақ жейсің. Жалақың күніне 800 теңге. Ал мына 3 күндік стажировкадан соң тең жартысын аласың. Надеюсь, стажировкадан өтіп, сен де бізге жұмысқа тұрасың. Ол жағы өзіңе байланысты. Егер жақсы жұмыс жасап, өз столыңа қосымша клиент жинап жатсаң, онда жалақың тағы да көтеріледі. Сондай-ақ біздің кафенің ішкі заңына міндетті түрде бағынасың. Өз бетіңнен әрекет жасамайсың, сұраусыз жұмыстан қалмайсың. Егер де туыстарың немесе таныстарың келіп жатса, тамақ жағынан бір столдың жеңілдігін қарастырамыз. Ал енді сенің тікелей бастығың мен боламын. Маған ғана бағынасың. Не айтсам, соны істейсің. Сондай-ақ киімің таза, шашың жинаулы болуы керек. Алдымызда күз келе жатыр. Бірақ қазірше ыстық, сондықтан мини-юбка киесің. Алдында біздің кафенің эмблемалары бар жапқыш болмақ. Кейде, енді саған соңғы сұрақ. Жігітің болған ба? Жігітің бар ма еді деп дүңк еткізді. Мен болсам не дерімді білмей шошып түстім. Тіпті жігітімнің бар жоғының мынаған не қатысы бар екені деп таңғалдым. Әлде менің жігітім келіп, күнде тамақ жеп маза бермей қояды деп ойлап тұрма деп ойлап қалдым. Ойымда тағы да басшым бөліп жіберді. Сен менің сұрағыма жауап бермедің. Мен сенен сұрадым емес пе? Жігітің бар ма жоқ па деп қайталады. Аузыма сөз түспей қалды. Сасқалақтап біраз тұрып, я бар деп жауап бергенім сол еді. Қайда деп қайта сұрады. Мына сұрақтан соң шынымен де қорқайын дедім. Не дерімді білмей тұтығып үнсіз қалдым. Ол енді сөзін қаттылау үнмен. Жігітің қайда? Осы Алматыда ма? Әлде ауылыңда ма? Соны айт деді. Жігітім ауылдың өзінің ауылымда. Бірақ жақында келеді, осы Алматыға оқуға келеді деп айтып салдым. Мақұл, жігітің жайлы кейін сөйлесерміз. Қазірше мына қызбен стажировкадан өте бер деп алдында тұрған үстелдегі бір кнопканы басып қалды. Арадан 1 минут өтер-өтпес 1-2 қыз есік қағып кірді. Мына қыздың есімі Айша, бізге жұмысқа тұрмақшы. Сен мұны стажировкадан өткіз, бәрін үйретесің. Әсіресе клиент всегда прав деген қағиданы миына құй. Ең бастысы тазалық пен мәдениетті сөз екенін түсіндір. Кейін анау мұрынбоқ қытырымбайларыңа айт, тиісіп жүрмесін. Өзі жас қыз, өзі сұлу қыз. Еркек болсам, ешкімге бермей өзім алар ем деп күліп алды да, боссыңдар дегенде қолын бір сілтеп темекісін тұтасып теріс айналып кетті. Қысқасы осылайша менің 3 күндік стажировкам басталды. Бір қарағанда жеңіл жұмыс сияқты көрінгенмен, ауылдан келген маған мына жұмыс оңайға соқпады. Таңғы сағат 10:30-да барасың, содан түнгі 12-1-ге дейін тынымсыз жүресің. Соны таусылмайтын ығы-жығы адам. Алып Алматының тең жартысы осында жүргенде көрінеді. Түскі сағат 12-ден бастап соңғы түнгі 1-2-ге дейін барып бірақ басылады. Аяқ асты қалмай қатты шарсайсың. Тіпті кей күндері сәл тыным тапсаң, ұйықтап алсам ба екен дейсің. Қысқасы, 3 күндік стажировкадан қалай өткенімді білмеймін. Бірақ мен жұмысқа тұрдым. Енді міне жұмыстың көкесі басталды. Зыр жүгіріп келгендерді қарсы аласың. Оларды адам санына қарап, үстелге барып отырғызасың. Отырғызып болған соң міндетті түрде амандасасың. Онан қолыңдағы менюді алдына қойып, қалам қағазыңды алып дайын тұрасың. Содан соң ең қиыны басталады. Менюді ақтарып, анау бар ма, мынау бар ма деп сұрақтың астына алады. Жан-жағыңнан жамырып, қыспаққа алады. Тіпті жігітің бар ма, танысайық деп миыңды ағызады. Міне, осылардың бәріне төзіп көңілдерін көтеру менің міндетім болып саналады. Тек қана күлімдеп тұрып көңілдерін көтеруің керек. Қабақ шытуға не сөз қайтуға қатаң тыйым салынады. Сондай-ақ айтқан тамағын айтқандай ғып апарып алдарына қоюың керек. Бұл сырт көзге ғана оп-оңай көрінеді. Өйткені апар әкел ғана сияқты көрінетін жұмыс. Қысқасы 15 күнде мұның да қыр-сырын үйреніп нағыз даяшы қызға айналдым. Жаман орысшам тәуірленіп, енді бұрынғыдай ауылдың қызы емес, қаланың қызына айналдым. Оның үстіне клиентім көбейе, басшылықтан мақтау алдым. Ал енді осы клиент көбейту деген бұл өз алдына бөлек әңгіме. Мысалға, кафеге келген адам маған мына қыз қызмет көрсетсін деп талап қояды. Қысқасы, саған ғана заказ беріп, сен апарған тамақты ғана жейді.
Содан ақшасы төленгенде артығымен тастап кетеді, немесе қайтарымын алмай өзің ала сал деп өте шығады. Бұл мұның жаман тұстары да бар. Ол танысайық, тоқалым бол, үй әперем, болмаса машина әперем, тіпті шетелге апарайын деген сөздер. Әкеңдей адамдардан мынадай сөздерді алғаш естігенде шошып түскенім бар. Бара-бара бұл сөзгерге үйренеді екесің. Еркектерде ес болмайды деген сөздің мағынасын сонда ғана түсінесің. Осыдан соң жұмыр басыңды қаншама ойлар шырмап алатыны рас. Алайда мына еркектердің бірде-бірін ренжітпейсің. Тіпті ескі танысың сияқты дос боласың. Қысқасы шырмауы көп. Мына жұмыспен менің де шым-шытырым қаладағы өмірім басталды. Өйткені менің клиентімнің көбейгенімен қатар дұшпандарым да көбейе түсті. Қысқасы 2 айдың ішінде мына кафенің тыныс-тірлігіне бойым үйреніп кетті. Пәтерім жақын болғандықтан жұмысқа келіп кетуден ешқандай қиындықтар болмады. Пәтерде 3 қызбыз. О баста өзара тезде тіл табысып татуласып кеткенде едік. Олар таң атпай тұрып шайын ішіп оқуға кететін. Мен сағат 9-да тұрсам, шай тамақ ішпестен жұмысыма кете беремін. Өйткені ішетін жейтінім бәрі сол кафеден тегін болды. Тамағымның тегін болғанына маған тезде ақша жинап, келесі жылы оқуға түсуге жақсы мүмкіндік берді. Алайда осының бәрін бір күнде өзім астан кестеңін шығардым. Бір күні тағы да сол баяғы қырсық қыңыр мінезім ұстап ұйқымнан қағынып ояндым. Жинаусыз қалған дастарханды көріп, қаным басыма шаппасы бар ма? Негізі бұл қылығымның өзіндік себептері бар еді. Мендегі бір туды, бір ең тең жаман қасиет, жай сөйлеп, жай қозғалып, қызды көрсем ызаланып шыға келемін. Бүгінгі ұрыс-керістің басты себебі сол. Пәтерлес қыздарым дастарханның ашық-шашық жинамай тастап кетуі менің ашуымды туғызды. Сондықтан да кешке келген соң сөйлесеміз деп дөрекі сөздер жазып бір жапырақ ескерту қағаз қалдырып жұмысыма кеттім. Енді міне, қызықтың көкесі мен кафеге жеткенде басталды. Киім ауыстыратын бөлмеге кіріп барсам, менің киімдерім мен бет шапқыш еденге шашылып жатыр. Мұны көргенде қаным басыма шауып айғайға басып сыртқа атып шықтым. Бұл кезде жұмысқа бар жоғы 2-3 қыз ғана келген болатын. Солардың ішіндегі ең момындау деген өзіммен құрбылас Алима деген қызға тап беріп жабыса кеттім. Осылайша ойда жоқта апан-топан төбелес басталды да кетті. Ара түскен қыздардың қой дегеніне қоя салатын мен бе? Онан сайын өрши түстім. Ұзын шашын ұстап алып бейкүнәні тепкінің астына ала бастадым. Негізі жазықсыз екенін біле тұрсам да айналамдағы қыздарға қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей сез көрсетпек болдым. Осылайша өзімнің абыройымды асырып, кафедегі 20 шақты қызды қолымда ұстаймын деп ойладым. Қысқасы ауылдағы мектептегі әдетімді қайта бастадым. Алайда тап осыдан соң өз жағдайым тым нашарлап бәрі кері кетті. Алима құрбым сол сәттен бастап зым-ғайым болып жоғалып кетті. Мұның соңы менің Роза апайдан администратор қатаң түрде ескерту алуымен бітті. Бірақ бұл қатаң сөгіс осы істің соңы емес. Арада 3-4 күн өткенде өз пәтерімнің алдында Нарынқолдың қыздарының қолына түсіп, оңбай таяқ жеп масқарам шығып, жүзім қара болдым. Бұған дейін де өзім айтқандай пәтерлес 2 құрбыммен де сөзге кеп қалған болатынмын. Осыдан соң өзімнің ешкімге керексіз екенімді түсіне бастадым. Бар ойым осы пәтерден тез арада кету болды да тұрды. Тап осылай жүре беруге болмайды, қалайда кетемін деп шештім. Өйткені не жұмысымда, не пәтерімде бұрынғыдай абырой болмады. Енді менің Роза апайдың ығына барып қайта жығылып кешірім сұрап, құрдай жорғалаудан басқа амалым болмады. Осылайша кешірім сұрадым да ол кісі кешірді. Бірақ талабы күннен күнге күшейіп сенімсіздік білдіре бастады. Бұрынғыдай клиенттерімнен де алыс ұстады. Көбінесе кафенің ішкі жұмыстарын тапсырып, сырт көзден тасалап жүрді. Ал клиенттерім болса, мені сұратып жатқандарын естіп те біліп те жүрдім. Алайда үйреніп қалған клиенттермен сөйлесудің сәті түспей тағы да 1 ай өткіздім. Қысқасы күндер зулап өтіп жатты. Күз кетіп қыс келді. Ауылдан жіберген қысқы киімдерім Алматыда жарамсыз боп қалды. Енді маған қалалықтарға сай киім керек. Мен де қаланың қыздары сияқты әдемі киініп жүргім келеді. Оған қол жету үшін тынбай еңбектену керек. Оған менің жұмысым сай келмеді. Ойлана келе кафеде жүре бергенше өз сұлулығымды пайдаланамын деп шештім.
Бір күні сәтін салып қалталы бір клиентіме мекен жайымды жазып, қағаз лақтырып тындым. Өзімнен жасы біршама үлкен екеніне қарамадым. Қалтасындағы уыс-уыс ақшасын көп көретінмін. Сондай-ақ оның жай адам емес екенін білетінмін. Өзі де көрікті келген, жасы әкеммен шамалас кісі болатын. Оның үстіне ақшадан тарықсаң айт, көмектесемін деп талай рет айтатын еді. Демек осы адамнан ақша аламын деп топшыладым. Әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі описание бөлімінен немесе комментарий бөліміндегі сілтемеге өтіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.